Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мясо по-французски әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен етті жақсылап жуып, құрғатып, блендердің не болмаса ет тартқыштың көмегімен ұсақтаймыз. Фарштың үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш, сушеный чеснок, сонымен қатар қалауыңызша сұйық май немесе зәйтүн майын қосып, фаршымызды жақсылап араластырамыз. Фарштың дәм тұзы сіңгенше саңырауқұлақтарды жақсылап жуып, құрғатып, видеода көрсетілгендей етіп, ірілеу етіп тураймыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды дөңгелек етіп кесеміз. Қалауыңызша сонымен қатар болгар бұрышын да қосуға болады. Бірақ қоспасаңыздар да болады. Мен болгар бұрышы қосылған мясо по-французскиді ұнатамын. Сондықтан болгар бұрышын қосуға сіздерге кеңес беремін. Дәмі өте керемет шығады. Енді картопымызды жақсылап тазалап, жуып, видеода көрсетілгендей етіп, домалақтап кесеміз. Енді пісіретін ыдысымызға алдымен картошканы саламыз, кейін үстіне майонез жағамыз. Екінші слой ретінде фаршымызды жібереміз. Үстіне майонез жағамыз. Келесі кезекте туралған болгар бұрышын саламыз. Үстіне тағы да майонез жағамыз. Кейін саңырауқұлақтарды тізіп шығамыз. Үстіне майонез жағамыз. Саңырауқұлақтардан кейін қызанақтарды саламыз. Тағы да үстіне майонез жағамыз. Ең соңғы слой ретінде туралған картошкамызды салып, тағы да үстіне майонез жағамыз. Ыдысымыздың бетін фольгамен не болмаса ыдысымыздың қақпағымен жауып, қызып тұрған духовкада 180-200 градуста 40-45 минут пісіреміз. Енді бөлек ыдысқа сырды үккіштен өткіземіз. Тамағымыз дайын боларға 10-15 минут қалғанда сырымызды себеміз. Осымен біздің мясо по-французски дайын. Астарымыз дәмді болсын. Дәмі өте керемет шығады. Құрамындағы саңырауқұлақ пен болгар бұрышы тамақты одан әрі дәмді етеді. Мясо по-французски мен видеода көрсетілгендей түрік айранын берсеңіздер тіптен керемет. Келесі кездескенше.